Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тауешкі белгісінде туылған көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздерге арнап қыркүйек айына астрологиялық жұлдызнама жасайтын боламын. Ең басты нәрсе бұл сіздердің асцендент белгілеріңіз, өздеріңіздің асцендент белгілеріңіз бойынша қараңыздар менің жұлдызнамаларымды. Егер білмейтін болсаңыздар, астында Инстаграм, Телеграм каналдарыма ссылка бар, сол жаққа өтіп, сол жерге тіркеліп, маған жазсаңыздар анықтап беретін боламын. Және де статистика бойынша, достар, көп көрермендер подпискасыз қарайды екенсіздер. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Осы ай сіздер үшін кішкене қиындау басталуы мүмкін, өйткені сіздерде қандай да бір нәрселерді жібере алмау процесі болуы мүмкін. Яғни сіздер қараша айының соңына дейін сіздер бұрынғы бір нәрселерге қайта оралатын боласыз. Яғни бұрынғы нәрселерді еске түсіріп, сол нәрселерді жібере алмай, сондай бір ситуациялар болуы мүмкін. Мысалы, сіз арықтап жүрген болсаңыз, осы кезде срыв болуы мүмкін сізде. Немесе сіз спортқа барып жүрген болсаңыз, яғни өзіңіздің өміріңізде қандай да бір аспектін өзгертуге тұрған болсаңыз, соны бастаған болсаңыз, сіздерде кішкене срыв болып, артқа қарай откат болуы мүмкін. Яғни сіз жалғастырмаймын, болды, демаламын деген сияқты кішкене сіздерде сондай бір кезең болуы мүмкін, бірақ бұл уақытша. Одан кейін 3-ші қыркүйек күні жаңадан ай туатын болады. Жаңа ай туған кезде мен айтамын, адамға бір энергия, вселенныйда бір энергия бөлінеді. Адам өте наполненный болады осы кезде. Яғни бір нәрсе істегісі келіп, бастағысы келіп, сондай бір күш қуаты артады адамның осы кезде. Енді бұл кезде сіздер көбінесе жаңағы ішкі тыныштығыңызға, көп нәрсені білуге, және де оқуға деген құштарлығыңыз артатын болады. Демалуға, осы кезде шетелге барып демалып келсеңіздер, өте керемет период. Бірақ та сіздерде кішкене скупой боласыз бұл кезде, яғни сіз ондай нәрсеге ақшаңызды қимауыңыз мүмкін осы периодта. Бірақ ішіңізден қалайсыз, бірақ ақшаңызды қимауыңыз мүмкін. Одан кейін 5-нен бастап сіздің күш қуатыңыз, энергияңыз көбінесе жұмысқа салынатын болады. Жұмыста өте активный боласыз, бір нәрселерді жасап, қалған құтқан жұмыстарыңызды бітіріп, осы кезде профилактика жүзінде даже больницаға да барып келсеңіз болады. Осы кезде операция жоспарлаған адамдар болса, өте жақсы кезең операция жасауға. Одан кейін осы периодта кейбір адамдардың ауыратын жерлері, хронический, созылмалы ауруларында кішкене обострение болуы мүмкін. Жүрек, ішек, асқазан мәселесінде де кішкене проблемалар болуы мүмкін. Одан кейін 5-нен бастап сіздер қарым-қатынас мәселесінде өте активный бола бастайсыздар. Яғни қарым-қатынас мәселесінде сіздер эмоциональный болуыңыз мүмкін осы периодта. Яғни партнеріңізбен қандай да бір ситуацияларда резкий болуыңыз мүмкін. Өзіңіздің айтатын нәрсеңізді айтып тастап, артынан өзіңіз страдать етуіңіз мүмкін. Яғни қандай да бір конфликтный ситуацияларға сіз жеткізесіз, бірақ артынан сіз өзіңіз уайымдайсыз, жаңағыдай кішкене эмоциональный боласыз, сондай состояние болады. Сондықтан бұл жерде баланс ұстау өте маңызды. Сіздің тіліңіздің ұшында айналып тұрған айтатын сөздеріңіз болса, агрессиямен емес, ақырын айтып үйреніңіз. Осы кезде ақырын айтуға тырысыңыз, ұрыспай, жаймен айтып үйреніңіз. Егер сіз жай, жаңағы су сияқты әрекет ететін болсаңыз, сіздің партнеріңіз сізді өте жақсы түсінетін болады. Яғни бізде тауешкілер қандай тарс-тарс айтып тастайды олар, бетке айтып тастайды, бетің жүзің демейді ғой. Сондықтан бұл жердегі аспект сіздерге өзіңіздің партнеріңізға қандай да бір өзіңіздің недовольствоңызды, көңіліңіз толмай тұрған нәрсені жеткізгіңіз келсе, өте жұмсақ жеткізуге тырысыңыздар. Бұл өте маңызды. Одан кейін 6 мен 14 аралығында бізде
напряженный аспект болады. Енді бұл аспект сіздің жұмысыңызға байланысты болуы мүмкін. Жұмысыңызда қандай да бір өзіңіздің навыктарыңыздың жетіспеушілігін, жұмысыңыздың бір сферасында бір нәрсені білмейтініңіз сізді қатты триггерить етуі мүмкін осы кезде. Яғни сіз көп ізденіп, көп информация іздей бастайсыз. Қандай да бір нәрсе сізге жетіспеуі мүмкін осы кезде. Мүмкін сіз осы кезде бір өзіңіздің навыктарыңызды көтеру мақсатында қандай да бір оқу, білім аласыз ба? Сондай бір ситуациялар болуы мүмкін. Яғни сізге бір нәрсенің жетіспеушілігін сезінесіз именно жұмыста. Одан кейін 9 мен 26 күн аралығында сіздерде құжат мәселелерімен жүруіңіз мүмкін. Енді вид на жительство, азаматтық алу, заңға жүгіну, жаңағы адвокат, заңгер, юристтарға жүгінуіңіз мүмкін осы кезде. Енді әркімде әртүрлі ситуация болады. Мүмкін сіз жаңағы шетелге шығайын деп соған өзіңіздің төл құжатыңызды дайындауыңыз мүмкін. Сондай құжаттар мәселесі болуы мүмкін. Одан кейін 15 мен 17 аралығында өте напряженный аспект болады. Осы моментте сіздер өте абай болыңыздар. Яғни сіз өте конфликтный боласыздар. Осы айда сіздің 15 мен 17 аралығында прям сондай конфликтный болатын кезеңіңіз сіздің сол осы күндері, қатты прям конфликтқа кіруіңіз мүмкін. Енді бұл семья арасындағы конфликт болуы мүмкін, сіздің отбасыңыз арасындағы, сіздің жұмысыңызда емес, басқа сфераңызда емес, именно отбасыңызға байланысты конфликттар болуы мүмкін. Одан кейін 19 күні осы айдағы ең маңызды аспекттардың бірі бұл айдың тұтылуы. 2 апталық коридор затменияға кіреміз. Бір қараңғы бөлмеге кіргендей боламыз. Өте турбулентный момент бұл период. Осы кезде адам көп нәрсені трезво көре алмауы мүмкін. Осы кезде көбінесе маңызды шешімдерді қабылдамауға тырысыңыздар. Осы кезде көп аферистар, мошенниктар, алдамшылар судың бетіне шығады. Сондай адамдарға алданып қалу қаупі өте жоғары болады. Енді осы моментта сіздер жаңағы егер бір нәрсе оқимын, жүргізуші билетін аламын, сапарларға барамын десеңіз, тұра тұрғаныңыз жөн. Өйткені осы моментте сіздерде иллюзия болуы мүмкін. Яғни сіз осы моментте өзіңізге не керек екенін нақты түсіне алмауыңыз мүмкін. Егер сізге жұмыс барысында немесе сізге селбесіп бір нәрсе істейік деген бір ұсыныстар түсіп жатса, ойланыңыздар, бірден келісіп кетпеңіздер. Енді тауешкі белгілері бірден келісетін жандар емес, олар көп ойланады, толғанады, одан кейін барып жұмыс істейді. Бірақ та сіздерге егер адам жаңағы серьезный түрмен келіп, осылай по факту бәрін айтатын болса, сіздер сеніп қалуыңыз мүмкін. Сондықтан бұл жерде өте абай болыңыздар. Именно осы 19 мен 2 аралығында ешқандай бір шешім қабылдауға тырыспаңыздар. Ойланыңыздар, толғаныңыздар, яғни жоқ деп айтқаныңыз дұрыс бұл моментте. Или мен ойланамын деп айтыңыз. Ойланып, одан кейін барып, осы затмения периодынан шыққаннан кейін өзіңіздің шешіміңізді айтсаңыз болады. Бірақ енді бұл жерде бір дата бар. Егер сіз 24 мен 29 аралығында анау сәуір айында басталған бір жұмыстарыңыз болса, бұған дейін басталған жұмыстар, именно сәуір, мамыр айында басталған жұмыстарға сіздер өзіңіздің жауабыңызды берсеңіздер болады. Немесе сол кезде басталған жобаларыңыз, жұмыстарыңыз, білмеймін енді не бастасаңыз да, сол бастаған жұмысыңызды жалғастырсаңыздар, өте керемет период осы период. Яғни ондай жұмыстар өте ұзаққа созылады. Ол жұмыстарыңыздың жақсы жүріп кету мүмкіндігі жоғары болады. Сондықтан 24 мен 26 аралығындағы жұмыстар болса, жалғастыруға болады, аяқтауға болады. Бірақ 19 мен 2 аралығындағы кенеттен түскен ұсыныстардан өте абай болыңыздар. Одан кейін 22 күні күзгі күн мен түннің теңелуі болады. Яғни біздің солтүстік жарты шарымызда күз басталады. Енді бұл күннің теңелуі сіздердің керемет бір секторларыңызда ең биік нүкте 10-шы секторларыңызда болады. Яғни сізде бизнесқа байланысты, сіздің карьераңызға байланысты көп сөйлесулер болады,
көп возможностьтар келеді сізге осы кезде. Көп адамдармен сөйлесесіз, өзіңіздің қандай да бір жасап жатқан мүмкін нәрсеңіз бар, қазір сол жасап жатқан нәрсеңізді көп адамдарға айтатын боласыз. Осы кезде сіздерде басқа адамдармен сөйлесу, взаимодействие, сол адамдармен сөйлесу арқылы өзіңіздің статусыңызды көтеру, өзіңіз бір баспалдақтан жоғары шығуға көмегін тигізетін болады осы кездегі адамдар. Міне достар, сіздерге арналған астрологиялық жұлдызнамам осындай. Міндетті түрде каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.